Ассалаумағалейкум патша көңілді көрермен, мал жандарыңыз аман ба? Ютубта ғылым және ауыл арнасы. Бүгін біз сіздерге ешкілерге арналған перзентхана немесе лақтарға перинаталды орталық қалай жасағанымызды көрсетеміз. Яғни бөліп қою, оны артықшылықтары мен кемтісі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Видео басталған сәтте лайк басып қойсаңыз бізге үлкен қолдау, ал ізгі тілектеріңіз бен ой пікірлеріңізді төменге комментарийға жазып қалдырсаңыздар болады. Бізді үзбей көретін тұрақты көрермендеріміз ешкі қораны жақсы біледі. Алайда ешкілер төлдейтін уақытта біз әр ешкіні лағымен бөлек тұратындай етіп, бір қораны әрқайсысы 1 метр квадраттан болатындай бөліктерге бөлдік. Бөлу үшін поддондардың бетін қолдандық, яғни уақытша бұны құрастыруға да және бұзуға да өте оңай. Сіз де ешкілеріңізге осындай орын жасасаңыз болады. Бұлай бөлудің пайдасын айта кеткенім дұрыс болатын шығар. Марғау, шағаласпанмен видео жасап жатырмын. Сен де түскің келе ма? Жарайды, түсе ғой. Бұл жерде ешкілер лақтарымен 10 күндей болады. 4-5 күн бойы бізде өткенде қатты аяздар болды. Сол кезде біз түнгі уақытта лақтар жылы жатуы үшін осындай орын әзірлеп қойдық. Үй ішіне үй тіксе жылы болады деген ғой. Сол сөзді тура мағынасында қолдандық, яғни астына ағаштың ұнтақтарын төседік, айналасынан жақсылап матрас маталармен суық кірмес үшін жылыладық. Таң атқанша лақтар осылай жып-жылы болып құшақтасып жатады. Ал күндіз енесінің қасында болады. Лақтың осылай жатуының бір минусы бар. Кейбір лақтарға басқа лақтардың иісі сіңіп қалады да, сол себепті кей ешкілер өз лақтарын танымай қалады. Себебі ешкілер лақтарын иісі арқылы ажыратады. Осындай сәттерде ешкілерді бөліп қойсаңыз пайдасын көресіз. Яғни алғашқы күндері ешкілер лақтарынан бас тартпайтын болады. Және бір пайдасы, ешкінің тамақтанғанына 100% сенімді боласыз. Көп ешкі бағатын адамдар ешкі туған соң тәбеті қашатынын байқамай, көп ешкілермен бірге қосып жібере береді. Мұндайда 1-2 күнде ақ ешкінің жағдайы нашарлайды. Егер ешкіні бөліп қойсаңыз, мұндайға жол бермейсіз. Яғни тамақтан бас тартқан ешкіні бірден білесіз және көмекті де ертерек бастап жібересіз. Үшінші бір пайдасы, лақты басқа ешкіге телуге болады. Қажет болған жағдайда осындай тар жерде тұрған ешкіге басқа ешкінің лағын телуге болады. Мұндайда бір айда ешкі басқа лақты өз лағым деп қабылдайды. Бұл процесті жылдамдату үшін ешкіні сауып, үстінен азырақ лақтың үстіне, құйрықтың астының жағдарына жағып қойсаңыз, лаққа сол сүттің иісі сіңіп, ешкі лақты тез қабылдайды. Бұл тәсілді қойларға да қолдануға болады. Тағы бір ескере кететін жайт, ешкілер лақтап жатқан кезде міндетті түрде қораның іші жылы болу керек. Ондағы температура +6 болса жақсы. Біздің қорамыздағы температура жылы, яғни біздің суару жүйесіндегі су ешқашан қатпайды. Және тағы бір ескере кететін жайт, мысалға қораның жылы екен тағы да бір белгісі, ол тауықтар бізде туып жатыр. Яғни тауық қорада өздеріңіз көріп отырғандай осындай тауық қорада, жаңа қораның ішінде мынандай тауықтардың туып жатқан байқауға болады. Яғни бұл деген сөз қажетті мөлшерде қораның іші жылы дегенді білдіреді. Ал енді ешкілерді бөліп қоюдың теріс жақтарын да айта кетейік. Бірден бір қиынға түсетіні ол ешкілерге жем шөп беру, суғару. Әр ешкіге мұндай күтім жасау көп уақытты алады. Дегенмен лақтар мен ешкілер үшін бұлай бөлек тұрғаны жайлы және бұл маңызды. Себебі бұл ешкілер мұнда бар болғаны 10 күндей ғана тұрады. Ал 10 күн жақсы күтім жасау маңызды. Біз осыдан біраз бұрын лақтардың күтімі жайлы 7 кеңес деген видео шығарған болатынбыз. Сол видеоның сілтемесін төменге және комментарийде қалдыратын боламын. Лақтардың күтімі жайлы 7 кеңес видеосын міндетті түрде осы видео аяқталғаннан кейін көріп шығыңыздар.
Бүгінгі шығарылым өз мәресіне жетті. Арнамызға тіркеліңіз, басқа да видеоларды көруге кеңес береміз. Аман сау болыңыздар.